Осыған неге сонша ұзақ уақыт қажет? Сендер жаңа ізгі болмысқа ие боласыңдар. Оны жаратып берген иеміздің өзін жақынырақ тануларың үшін сендердің рухани жағынан өзіне ұқсауларыңа ұмтылуда. Колостықтарға арналған хат 3 тарау 10 аят. Құдай бізді бір-ақ сәтте өзгерте алады. Алайда ол бізді біртіндеп жетілдіруді таңдады. Неліктен? Себебі біз жайбасар үйренушіміз. Біз жиі бір сабақтың өзін түсіну үшін оны 50 рет қайталауымыз керек болады. Біз ойбай қайтадан ба, мен осы сабақты үйреніп алған сияқты едім ғой, деп ойлаймыз. Әйтсе де Құдай бізден жақсы біледі. Израиль халқының тарихына қараған кезде біз өзіміздің барлығын қалай тез ұмытып, бұрынғы жолға қайтқанымызды көреміз. Сондықтан біз қайта-қайта үйренуіміз керек. Екіншісі, біз талай нәрседен айырылып, талай нәрсені жаңадан үйренуіміз керек. Сіздің мәселеңіз бір түннің ішінде пайда болмаған. Ол бір түннің ішінде ғайыпта болмайды. Бірнеше жылдар бойы қалыптасқан әдеттерді көзді ашып жұмғанша жоқ қылатын ешқандай дәрі, мінәжат немесе қағида жоқ. Кемшіліктерден құтылу, олардың орнына игі қасиеттерді орнықтыру үшін қажырлы еңбек көрсету керек. Үшіншісі, шындықты кішіпейілділікпен қабылдағымыз келмейді. Біз қырсығып, кемшіліктерімізді мойындамай өмір сүреміз. Алайда шындықтың нұрын жүрегімізге түсіруге жол бергеннен кейін ғана өзімізді өзгерте бастаймыз. Сондықтан кішіпейілділікпен үйренуге дайын болмасақ, онда рухани өсіп жетіле алмаймыз. Төртінші, өсіп жетілу қобалжытады. Біздің бұрынғы өмір салтымыз зиянды болса да, олардан айырылуға қорқамыз. Өйткені осы нәрселер біз үшін үйреншікті, әрі ыңғайлы аяқ киімдей сезіледі. Арамыздағы кейбіреулер тіпті осы бұрынғы өмір салтын өздерінің кім екенін белгілеу үшін де пайдаланады. Мен осындай адаммын, енді қайтемін деймін. Егер мен әдетіммен жан-жарамнан айырылсам, кім болмақпын? Деп ессіз уайымдаймыз. Мінезіміз бен әдетіміз мәсіхтікіндей болу үшін жалғыз ғана бір жол бар. Біз жаттығуымыз керек, ал осыған уақыт қажет. Тыңдаңыз. Жаңа ізгі болмыстың қасиеттерін жаттықтырыңыз, және оларға өміріңізді арнаңыз. Сонда әрбір адам сіздің табысты болғаныңызды көре алады.